Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 7-ші сынып 8-ші бөлім дұрыс тамақтану гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар. Сабағымыздың тақырыбы дұрыс тамақтану қағидасы. Бізге берілген оқу мақсаты шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазу. Сабақ соңында күтілетін нәтиже шылау түрлерін ажырата біледі, орынды қолданады. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазады. Дұрыс тамақтану денсаулық кепілі. Бірінші тапсырма оқылым мәтіні. Мәтінді оқып, дұрыс тамақтану қағидасын кластер әдісімен түсіндіріңдер. Еркін жазу әдісімен дұрыс тамақтану туралы өз ойларыңды жазыңдар. Оқылым мәтіні. Дұрыс тамақтану адам денсаулығын нығайту мен сақтаудың басты факторы. Сол себепті дұрыс тамақтану қағидаларын білу өте маңызды. Тағам көлемі адамның күніне қанша күш-қуат жұмсайтынына, қанша дене еңбегімен айналысатынына сәйкес болуы тиіс. Аз қозғалатын адамға қуаттылығы жоғары тағам қажет емес. Бұл артық салмаққа әкеледі. Егер жұмыстың басым бөлігі түске дейінгі мерзімге түссе, таңғы ас пен түскі асқа баса мән беріңіз. Ұйқы кезінде ас ақырын қорытылады. Сондықтан ұйықтар алдында тойып тамақтанбау керек. Ұйқыға жатардан 3-4 сағат бұрын тамақтанған дұрыс. Тамақтың мөлшері адамның бойына және салмағына сай келуі керек. Біз дұрыс тамақтансақ, еске сақтау қабілетіміз артып, денеміз сауығып, көңіл күйіміз көтеріле түсетіні сөзсіз. Сонымен бірге аурудың алдын алар едік. Қоректік заттардың ара қатынасының үйлесімді балансын сақтаған жөн. Ағзада минералды заттар маңызды рөл атқарады. Бір элементтің жетіспеуі ауру тудырады. Сондықтан бір тамаққа байланып қалмай, мүмкіндігінше түрлі тағамдармен қоректену керек. Дәрумендері мол тағамдарды мейлінше көп жеген дұрыс. Тұрақты тамақтану керек. Күніне 4 рет тамақтанып, оның екеуінде ыстық тамақ жеу керек. Тұрақсыз тамақтану ас қорыту жүйесіне қосымша салмақ түсіреді және денсаулықтың түрлі ауытқуларын тудырады. Тамақтанудың қауіпсіздігін сақтау да маңызды. Оның шарттары: гигиена ережелерін сақтау, азық-түлікті дұрыс сақтай білу, жалпы дұрыс тамақтана білу үлкен мәдениет, өйткені ол салауатты өмір салты мен денсаулық кепілі. Тіл, әдеби тіл нормалары бізге берілген септеулік шылау туралы мәліметтер. Біз алдыңғы сабақта шылау туралы және жалғаулық шылау туралы өткен болатынбыз. Енді септеулік шылау туралы өтеміз. Септеулік шылау түбір тұлғадағы барыс, шығыс, көмектес септіктеріндегі сөздерді меңгеріп, түйдекті тіркес түрінде жұмсалады да сөйлем ішіндегі басқа сөздермен байланысқа түседі. Мысалы, жиналыстан кейін сабаққа барамын, үйге таман жақындадық, ол досы туралы көп әңгіме айтты. Мұнда кейін шылауы шығыс септік жалғаулы сөзді, таман шылауы барыс жалғаулы сөзді, туралы шылауы түбір тұлғалы сөзді меңгеріп, олардың іс-қимылды білдіретін сөздермен байланысып тұр. Мұнда жиналыстан кейін сабаққа барамын, яғни бірінші сөйлемдегі кейін сөзі шығыс септіктегі шылаулы сөз болып табылады. Септеулік шылаудың 4 түрі бар. Олар түбір тұлғасындағы сөзден соң, барыс септік тұлғасындағы сөзден соң, шығыс септік тұлғасындағы сөзден соң және көмектес септік тұлғадағы сөзден соң. Оларға тоқталып өтейік. Түбір тұлғасындағы сөзден соң себеп, мақсат, даралау, ұқсату, белгілі бір істің қайталануын тағы басқа мағыналарды білдіреді. Олар үшін, сайын, сияқты, секілді, тәрізді, туралы, бойы, жайлы, жайында деген сөздер. Келесі, барыс септік тұлғасындағы сөзден соң кездесетін шылаулар мезгіл, мекен мағыналарын білдіреді. Олар шейін, дейін, таман, жуық, тарта, қарай, таяу, салым шылаулары. Келесі, шығыс септік тұлғасындағы сөзден соң таңдау, талғау, салыстыру, мезгіл, күшейту мағыналарын білдіреді. Олар гөрі, кейін, соң, бері, әрі, бұрын, бетер тағы басқа шылаулар. Көмектес септік тұлғасындағы сөзден соң іс-әрекетті бірнеше субъектінің бірігіп жасаған білдіреді. Мысалы, қатар, бірге, қабат,
шылаулары жатады. Келесі тапсырманы орындаңдар. Бізде деңгейлік тапсырма берілген. Оның тапсырмалары: бірінші деңгей оқылым мәтіннен жалғаулық, септеулік шылауларды табыңдар. Яғни бірінші тапсырмадағы оқылым мәтіндегі септеулік, жалғаулық шылауларды табамыз. Екінші деңгей: мәтін бойынша диалог түрінде сұрақ-жауап дайындаңдар. Бұл деңгейде оқылым мәтінмен байланысты. Үшінші деңгей: оқылым мәтіні бойынша тіркес сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстырып, дұрыс тамақтану қағидалары туралы жинақы мәтін жазыңдар. Бұл деңгейде біз алдында оқып танысқан оқылым мәтінмен байланысты тапсырмаларды орындап шығамыз. Келесі кері байланыс тапсырмасы 5-ші тапсырма оқулығымыздағы 123-ші бетте. Септеулік шылаудың 4 түрін қарастырып, дұрыс тамақтанудың 4 қағидасын жазыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.